Сәлем достар, бүгін біз сізберлі бәліш пісіретін боламыз, яғни творожный пирог. Бізге керегі 250 грамм разрыхлитель, 130 грамм сары май, 1 жұмыртқа және құм шекер. Алдымен ыдысқа май саламыз, үстіне қантты салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, үстіне жұмыртқаны жарып саламыз. Және де тағы араластырып, үстіне оны қосып, разрыхлительді қосып, осындай жұмсақ қамыр елейміз. Қолға жабыспау керек. Сосын оны табаға салып, жан-жағын әдемілеп, шанышқымен тегістейміз. Бұл қамырымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта дайын болғанша біз салмасын дайындаймыз. Оған творог, құм шекер және де қаймақ, 1 жұмыртқа керек. Ыдысқа творогты саламыз. Үстіне қантты салып, 1 жұмыртқаны жарып араластырамыз. Және де үстіне 1 үлкен қасық қаймақ саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді араластырып болған соң, тоңазытқыштағы қамырымызды алып, үстіне осы салмамызды құямыз. Әдемілеп, тегістеп, бетіне жағып шығамыз. Осылай болды. Енді оны печкаға салып, 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің бәлішіміз пісіп жатыр, көтеріліп, сарғайып келе жатыр. Міне 40 минут өтті, бәлішіміз дайын. Сондай жұмсақ, әдемі болып піскен. Кесілгенде де оңай кесіледі. Кішкене суығаннан кейін бірақ кесу керек. Кішкене суытып алдым бәлішімізді. Міне достар, қандай әдемі болып шыққан. Жұмсақ, әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер, бағасын беріңіздер. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Әлі де әдемі, дәмді, әрі тез жасалатын видеолар шығатын болады. Сіздермен болған Мақпал. Кездескенше достар.